Ленин және Әлімқан Ермеков. Авторы Ерлан Төлеутай. Оқыған Базаркүл Қалбар. Бұл күнде әлеуметтік желіден Ленинді біреулер мақтап, біреулер даттап жатқанын оқисыз. Өз басым Ленинді мақтамаймын да, даттамаймын да. Бірақ Ленин туралы жеке пікірімді білдіргенімді жөн көрдім, дейді автор. Ендеше кеттік, тыңдайық. Өздеріңіз білесіздер, жер көлемі жағынан Қазақстан әлемде 9-шы орын алады. Осынау шекараны шақырымға шақсақ, 12.000 километрге созылады екен. 1920 жылдың тамызында Лениннің осы 12.000 километр шекараны қазаққа бір оқ шығармай кесіп берген белгілі. Соның 7.000-ы Ресеймен, 3.000-ы Қытаймен шектесетінін ойласаң, зәрең ұшады қазір. Өздеріңіз білесіздер, 1868 жылғы реформадан кейін қазақ даласы Ресей патшасының меншігі деп жарияланды. Бұған дейін Ресейге Ұзынарқау Кеңтұсау жақтайында бодан болып келген қазақ халқы осы реформадан кейін нағыз отаршылдық қыспағына ұшырады. Бұл реформаның жанында 1822 жылғы хандық билікті жойған Сперанскийдің реформасы ойыншық болып қалды. Қазақ атамекеніне иелік ету құқығынан мүлде айырылды. Орман тоғайынан, өзен көлінен, құйқалы қонысынан аулаққа қуылды. Құнарлы жерлердің бәріне орыстар орнықты. Бірақ мысал, Совет үкіметі орнағанша қарқаралы қазақтары үйіне тиіп тұрған қалың орманнан бір бұрау отын ала алмапты. Ұстап алса, орыс қазақтар соққыға жығып, дүре салып жазалайды екен. Міне, осы жағдайда Октябрь революциясы орнап, Ресей империясының билігіне Владимир Ильич Ленин келді. Келген бетте ол жер халықтың меншігі деп жариялады. Айта берсең, ұзақ әңгіме. Түтілей тартайық. 1920 жылдың тамызында Владимир Ильич Ленин Алашорда мүшесі, бірақ сол кездегі қазақ әскери революциялық комитеті өкілдігінің төрағасы Әлімқан Ермековпен кездеседі. Осы Әлекеңнің Мағауия деген жалғыз ұлы болды. Өмірінің соңына дейін Қарағанды қаласында тұрып, ұмытпасам 2006 жылы дүниеден өтті. 2004 жылы мен осы Мағауия ақсақалды үйіне іздеп барып, ұзақ сұхбат құрдым. Қандай әке болмасын өзінің өмірінің шындығын басқаға айтпаса да, баласын айтып кетеді ғой. Ақсақалмен әңгімелескендегі басты мақсатым Әлімқан Ермековтің Ленинмен әңгімесінің анық-қанығын егжей-тегжейлі білу еді. Ол кезде тарихи зерттеулер арқылы бұл кездесудің мән-жайын біразырақ біліп қалған кезіміз ғой. Бірақ мен бұл жайды не де болса Әлекеңнің туған баласынан білуге ұйғардым. Мағауия ақсақал қазіргі политехникалық университет жағындағы Ленин көшесінде орыс кемпірмен тұрады екен. Кемпірі екеуі қосыла өбектейтін жүндестеу келген қара мысығы бар академик атаққа ие Мағауия ақсақалдың 83 жасына келіп, қартайып отырған шақ екен. Әйтсе де мені жатсынбай қарсы алды. Есін сыйласаң итіне сүйек сал деген қазақы қағиданы ұстанғанмен, әдегенде қариялардың қара мысығына тиісе сөйледім. Соның арқасында әңгімеміз тез жарасып жүре берді. Бұл өзі ұзақ әңгіме. Қысқарта айтсам, мен Мағауия ақсақалдың әңгімесінен мынаны аңдадым. Әуелі баяндаманы Сафаров жасайды. Оның баяндамасы Түркістан Республикасында жер реформасын жүзеге асыру жайына арналады. Сафаров батыр адам екен. 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс кезінде Жетісу қазақтарының патша әскерінен көрген қорлығын айта келіп, сөзінің соңын жауыз казак орыстарды Жетісу өңірінен көшіру керек деген батыл мәлімдемемен түйіндейді. Бұдан кейінгі сөз кезегі Әлімқан Ермековке келеді. Ермековтің тақырыбы Қазақстанның солтүстік, батыс, шығыс өңірлерінің мәселесі. Бұл кез аталған өңірлердің әсіресе қазіргі Атырау мен батыс, шығыс, солтүстік Қазақстан
және Павлодар облыстарының қазақтың қолынан сусып шығып бара жатқан шағы екен. Орыс шовинистері бұл жерлерді әсте қазақтың жері деп ойламайды. Әлдеқашан Ресейдің құрамына қосып қойған, тек осы жиында заңдық тұрғыда құжаттап, бекітіп алу мәселесі ғана қалса керек. Міне, осы сын сәтте иығына қазақтың 5 облысының тағдырымен қайтсең де ел жерді орысқа бермей шық деген Әлиханның аманатын арқалаған Әлімхан Ермеков мінбеге көтеріледі. Қарағандыда біздің жас кезімізде Жайық Бектұров атты қарт жазушы тұрды. Алаш зиялыларының көбін көрген, 37-нің қуғын сүргінін басынан кешіріп, өзі де халық жау атанып жазасын Свердлов облысының арғы бір түкпіріндегі Ивделлак деген ат шулы лагерде ұзақ жылдар бойы өтеп қайтқан, өмірде көрген қорлығы көп, бірақ жасмаған қайраткер зиялы адам еді. Сол кісі Әлімхан Ермековпен өмірінің соңғы 10 жылында жолдас болыпты. Өмірінің кейінгі 10 жылының соңғы 5-6 жылында Жәкеңмен біз жолдас болдық. Аса жартып жолдас бола алмасақ та, әңгімесін тыңдауға жарап жүрдік. Ол кісінің әңгімешілдігін мен айтайын. Жайық Бектұров әңгіме айтқанда, өзіміз көзін көрген ұлы әңгімеші Ақселеу Сейдімбековтің өзі Жәкеңнің қасында, молданың алдында отырған үлгілі шәкірттей мүлгіп отыратын. Біздің көзімізді Алашорда заманына алғаш ашқан осы Жәкең марқұм еді. Бірде ол Әлімхан Ермеков туралы әңгімесін айта келіп, Әлекеңнің күлгендегі бейнесін періште болмысты сәбидің кейпіне теңеген болатын. Өмірінің 40 жылға жуығы қуғын сүргінде өтсе де, Әлекең адамгершілігін, адамдық бет келпетін еш жоғалтпаған кісі екен. Онысы күлген кезде тіпті анық байқалып, Әлекең күлген кезде жүзі атқан таңдай жарқырап, дидары нұрланып кетеді екен. Сосын Әлекең үлкен мен кішіге сіз деп қана сөйлейтін ізетті, ілтипатты адам болыпты. Соған қарамастан Әлекең өте шешен сөйлейді екен. Орыс тілінде сөйлегенде сөйлеу мәдениеті кез келген орыс оқығаннан үстем шығып, мысын басып тұрады екен. Сондай-ақ ол кісі француз, ағылшын, неміс тілдерінде де еркін сөйлей біліпті. Әлекеңнің тағы бір қасиеті кісі баурақшылығы екен. Мінекей, Әлекең мінбеге шығып ғылыми тұжырымдарға негізделген баяндамасының тиегін ақта жөнелгенде, қазір-ақ жабайы қазақтың жерін қалпақпен ұрып аламыз деп, чінігіп отырған орыстың ақжелке ұлықтары алғашқыда тосылып, абдырап қалса керек. Әйтсе де жырынды қулар емес пе? Әр жерден дауыс көтеріп, сөзін бөліп, наразылық білдіріп, Ермековті сөзден сүріндіруге тырысыпты. Тумысынан салқын қанды, мәдениетті Әлекең әлгілермен салғыласпай, жүзін Ленинге қарай тіктеп алған күйі, баяндамасында Ленинге бағыштай қаратып алып, бөгелместен тарта беріпті. Баяндаманың бір тұсына келгенде, Ленин өзі тоқтатып, жас жігіт, жаңа Сафаров жолдас Жетісу өлкесінен орыстарды қуу керек деді. Сіз бұған не дейсіз? Депті Ермековке көзін сығырайта сынай қарап. Осы кезде Әлімхан Ермеков сәлден кейін-ақ бар қазақтың бағына айналғалы тұрған тактикалық қулыққа басып, мен Жетісу өлкесінің жайын жолдас Сафаровтан артық білмеймін. Ал орыстарды Қазақстанның солтүстік, шығыс пен батыс өңірлерінен көшіру қателік болады. Себебі бұл өңірлерді орыс халқы көп мекендейді. Егер орыстарды көшіре бастасақ, жергілікті халықпен арада қақтығыстар туындайды. Мұның арты өшпенділікке әкеледі. Соңы шиеленістерге әкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан қазақтарды өз жеріне толық орналастырып алғанша, Ресейдің ішкі өлкелерінен орыс шаруаларын қазақ даласына әкелмей тұрғандарыңыз абзал, депті. Осы кезде Ленин орнынан балаша қуанып атып тұрыпты да, көрдіңіздер ме? Жаңа орталық комитеттің мүшесі өзі коммунист Сафаров жолдас орыстарды Қазақстаннан қуайық дейді. Ал мына партияда жоқ қазақ өкілі орыстарды тек Қазақстанға көшіруді тоқтата тұруды өтінеді. Бұл ойланатын мәселе, деп орнынан елпілдей тұрып келіп, Ермековтің арқасынан қағыпты. Лениннің үлкен басымен 30-ға әлі ілікпеген жас азиатты мадақтап, арқасынан қаққаны орыс шағының наразылығын туғызады.
Арасында Ермековтің сөзін бөліп, оның баяндамасын жоққа шығаруға тырысқандар бой көрсетеді. Тіпті Крестинский деген шовинист біреу өктемінмен «Этот человек хочет создать Данцигский коридор, ну-ка прекратить» деп салады. Оны қостаған басқа да ақжағалдылар қоштай шулап жамырасып кетеді. Сонда Ленин орнынан атып тұрып, «Это вы хотите создать Данцигский коридор? Он правильно говорит», деп әлгілерді тиіп тастап, «Продолжайте, молодой человек», деп Ермековке оң шырай беріп, баяндамасын соңына дейін тыңдатқызады. Ермековтің осы баяндамасының негізінде Ленин қазақ жерінің территориялық тұтастығы туралы құжатқа қол қойып, қазақ СССР құрылады. Егер дейді Мағауия ақсақал, келісімге Әлихан Бөкейхановтың өзі барар болса, Әлекең хан тұқымы, өркөкірек қызу қанды, дипломатияға жоқ адам, сондықтан Ленин бастаған большевиктермен тіл табыса алмауы мүмкін еді. Бөкейханов мұны сезді. Осы себепті келіссөзге менің әкемді жіберді. Ол бұл тапсырманы ойдағыдай орындап шығалды, деді. Осы әңгіме үстінде менің назарымды аударған бір жайт, Лениннің осы жиын басталғаннан Әлімхан Ермековке жылы шырай танытқаны, оны үнемі қолдап қорғаштап отырғаны. Орыс шовинистерінің аран аузына түсіп кетуден арашалап, қазақтың жерін тұтас қайтарып беруге бүйрегінің бұрғаны. Қалай десек те, Лениннің бұл қылығы әлі күнге дейін жұмбақ. Ертеректе батыс зерттеушілерінің Ленин туралы бір жазғанын оқыған едім. Сонда әлгі зерттеуші Лениннің бойында көптеген ұлттың қаны болғанын тізе келіп, революция көсемінің бойында қазақтың да қаны бар дейді. Бәлкім раста шығар. Көп жылдан бері ел үшін Әлихан айтыпты деген бір сөз кезіп жүр. Ленинмен кездесудің сәтті аяқталғанына қуанған Әлекең, пай, мына Орыстан да біздің Әлімханмен 2 сағат сөйлеуге жараған ұл туған екен деген деседі. Осы жайында Мағауия ақсақалдан сұрағанында бұл туралы әкесінен ештеңе естімегенін айтты. Мағауия ақсақалдың айтуынша Әлімхан Ермеков Ленин туралы ешқашан жаман пікір айтпай өтіпті. Ол тек Ленин идеясының жүрегенін Сталиннен көргенге ұқсайды. Мен де кейде Ленин 30 жылдардың ортасына дейін өмір сүрсе не болар еді деп қиялдаймын. Егер Ленин тағы бір 10-15 жыл өмір сүргенде, Сталин билікке келмеуші ме еді? Егер Сталин билікке келмегенде қазақ халқы социализмге құрбандықсыз өтіп, 32-ның 4 миллион қазақтың басын жұтқан алапат аштығына ұшырамас па еді? Бәлкім алаш арыстарының түбіне жеткен 37-ның қуғын сүргіннен де аман өтермедік. Осы 2 қырғын нәубет болмағанда, қазақтың ерлері жапондық үлгідегі мығым мемлекет құрып, киіздей тұтасқан 40 миллион қазағы бар еңселі ел болып, теріскейде орысқа дес бермей, күнгейдегі Қытайдан айылымызды жимай, азуымызды айға білеп отырар ма едік. Тілекті Құдай бермеді, қайтейік. Әйтпесе, Лениннің қазаққа бүйрегі бұрып тұр еді. Менің ойымша, Ленинде империялық пиғыл болмаған сияқты. Кезінде университетте оқып жүргенде Лениннің 50 томдығын тісіміз аса батпаса да, жата жастана оқыдық қой. Өйткені Ленин еңбектерінің цитата келтірмесең ешқандай авторефератың мен курсовой жұмысын қабылданбайтын. Сондағы мені таңғалдырғаны, соншама еңбекті Лениннің өз қолымен жазып шығуы. Қазіргі есенгі президенттерінің кітап жазғыштығын көріп жүрміз. Ол кітаптардың бір ауыз сөзін өздері жазбайтын және білеміз. Ал Лениннің соңында 55 том еңбек қалғанын және бұл күрделі еңбектердің барлығын ол түрмеде, айдауда, тіпті эмиграцияда бой тасалап жүріп, аса жанкештілікпен жазып шыққанын ескерсек, Лениннің қандай ғажайып білімдар һәм еңбекқор адам болғанын бағамдай беріңіз. Ленинде империялық пиғыл болмаған сияқты дедік. Соның айғағындай ол өзінің «О национальной гордости Великороссов» атты мақаласында орыс шовинизмін жер жебіріне жеткізе айыптайды. Лениннің әу бастағы арман мұраты Ресейді 300 жыл билеген Романовтар тұқымының түбіне жету еді.
1881 жылы Александр II қастандық жасалып, жарылған снаряд жарықшағы күймесінің күл-талқанын шығарған ақ патша тіл тартпай кетеді. Бұл терактін жасаған халық еріктілері деген патшалық билікке қарсы ұйымның мүшелері еді. Осы ұйымның ішінде Лениннің ағасы Александр Ульянов та болған деседі. Көп ұзамай Лениннің ағасы да ұсталып, ұйымның барлық мүшелерімен бірге өлім жазасына кесіледі. Сонда үйінде қайғырып отырған шешесін келіп жұбатқан жас Ленин: «Біз басқа жолмен жүреміз», деп анасына серт береді. Ленин сертінде тұрды. Ол патша самодержавиясының түбіне жетті. Және Николай патшаның үрім бұтағын асқан жауыздықпен қырып салды. Оның қаншер жендеті Голошекин бұл тапсырманы тап-тұйнақтай ғып орындағаны соншалықты, тіпті патшаны өрен жаранымен о дүниеге аттандырғаннан кейін мүрделердің үстінен кислота құйғызып, сүйектеріне дейін ағызып жіберуге тырысқан деседі. Мұның бәрі Лениннің аса кекшіл адам болғанының айғағы. Десек те Сталиннің зұлымдығы бәрінен асып түсті. Бала кезінен ұрлық-қарлықпен айналысқан ол жастайынан абақты көріп өсіп, қаны бұзылып шыққан адам еді. Осылайша қаны сұйық Сталин жас мемлекетті аз жылда халықтар түрмесіне айналдырды. Сол үшін ол алдымен Лениннің түбіне жетті. Ленин өлісімен билікті қолына алып алған ол өзінің қанды террорын қауырт бастап кетті. Миллиондаған адамның өмірін жалмаған бұл террор аттай 30 жылға созылып, Сталин өлген соң ғана әзер тоқтады. Сөзінің соңында Ленинге қайтып оралайын. Бір жылы киіктер жайлы материалдар іздестіріп отырып, бір қызық мақалаға көзім түсті. Большевиктік билікке келген Лениннің алғашқы декреттерінің бірі қазақ даласындағы киіктерді қорғау және сақтау жөнінде болыпты. Бұл да Лениннің бір жұмбағы. Әрине, тарих Ленинді ешқашан ақтамайды. Біз де большевизм көсемін ақтауға ықыласты емеспіз. Десек те қазақтың 12 000 шақырымға созылған ұлан-ғайыр шекарасын Әлімхан Ермековтің уәлі уәждеріне тоқтап, қазаққа дау-дамайсыз алып берген кеңшілігін ұмытпауға тиіспіз. Ленин өлгеннен кейін Сталин тұсында, кейіннен Хрущев пен Брежнев заманында Әлімхан Ермеков сыздырған шекараның 25%-нан айырылып қалдық. Орынбор өлкесі Ресейге, Ташкент пен Бостандық ауданы және Қарақалпақстан өлкесі Өзбекстанға, Брежнев заманында қазіргі Түркістан облысының 3 ауданы Өзбекке чылап кетті. Жер шығыны бұдан да көп болуы мүмкін еді. Қазақтың бағына Жұмабек Тәшенов туып, 60 жылдары өзінің мансабын тәрк ету арқылы тағы да 5 облысты көрші республикалардың талан-таражына түсіп кетуінен сақтап қалды. Ел болған соң ер туғыза алмай тұра алмайды деген осы да. Қазақтың жоғын түгендеп есесін қайтарар туар тағы бір ер. Қадірлі тыңдарман, осындай елге сіңген қызметі мол ерлерімізді де біле жүрейік. Келесі жолы 5 облысты көршілес елге бермей қалған Жұмабек Тәшенов туралы қызықты материал тыңдайсыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше, қадірлі ағайын.